Қалабай елдің амандығын айттым. Жә, енді өз қаланың жамандығын есіттің бе? Не деп отыр өзі? Мынау не дейді? Не айтып отыр? Айтқаным сол. Түннен бері естімедіңдер ме? Бұл қалаға жаман апат келе жатқан жоқ па? Не дейсіңдер? Ұқтыршы өзің. Апаты не? Бұл қалаға жаман науқас келіпті. Құдай ұрған іш ауру. Ар жақ бер жақтан күнде әлденеше адам өліп жатыр. Мәлік келгендей шыбындай қырылып жатыр. Ат не дейді? Адам естімеген қу науқас тұр. Жұрт қашып жатыр қаладан. Сені түннен бері осында немене келіп жүр? Шылқылдаған індет басқан қалада не істеп жүр деп сөйлескен жоқпыз ба осы үшеуміз? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ибрагим Кунанбаевич, қалаға қандай шаруамен келдіңіз? Сіз келіп қалды деген соң амандасайық деп келіп қалдық. Биыл Петербургте оқу бітіріп келген Әбіш пен келінім Мағашты Алматыға шығарып салайын. Және жолдарына ақша пұл болсын деп мал айдап келіп едім. Бұған қосымша қаладағы достарым сағындым. Қаланы көргім келді. Сонымен келіп қалдым. Ал енді қалаңыздың жағдайын, өз жағдайыңызды өзіңіз мәлім етіңізші. Бұл ауру Россияға соңғы 60-70 жыл ішінде осымен 3-ші рет оралып келіпті. Өзі қауіпті жұқпалы ауру ел таңдамайды. Бар жұртқа ортақ апат. Бұрын да қазір де ең алдымен Индиядан шығыпты. Содан Россияны, Қытайды, Жапонияны, Индияны, тіпті Солтүстік Америкаға дейін аралап өткен екен. Бірақ әр ортада халықтың жағдайына, тұрмысына, салты мен қалпына орай әралуан өтеді. Қазақ халқы өлімді аса зор ықыласпен күтеді екен. Біреу өлсе соның жазасына көп кісі жиылады. Бір емес бірнеше рет жиылысады. Адам санының бір жерде топтасып жиналмауына тоқтау салу керек. Бірақ кім арқылы халыққа өсиет тоқтау салуға болады? Кімнің тілін алады? Қай жерде халыққа сөз сөйлеуге болады? Базарда ма, мешітте ме? Не де болса халыққа жаны ашитын адамдар тез көмек бермесе болмайды. Бұл бір. Екіншіден, Слободкада да көбінше кедейлер қаза болып жатыр. Әсіресе затонда мекен еткен орыс қазақ ноғай жұмысшылары үй іштерімен көп қаза көріп жатыр екен. Ибрагим Кунанбаевич, мүмкіншілігі болса халыққа сөзі жететін адамдар арқылы жаңағы мен алғашында айтқан сөздерді халыққа жеткізуге тырыссаңыз. Осы жұқпалы ауру аса қауіпті дейсіз ғой. Сізге көпте көп рахмет, Федор Иванович. Өндеше мен қайтайын, әлде алда көп шаруаларым бар. Абай аға, мына кісі сыйлас адамыңыз тәрізді. Асқа қылдырсаңызшы. Жоқ, рахмет. Оқыс келіп қалған екенсің. Қылса, қалан өзі қылсын. Елімізді табайық, қаладан қашайық, тез жөнелейік. Ел қырылса қайда кетушек? Бұнда да қалың жұрт. Содан үркіп қашып, не жаным аяулы еді? Елің не айтып отырған? Осында қырық рудан жиылған қаланың жатақ ел мекен. Еліндесің ғана ен жұтқан атанасың. Туысың тобықтың айт. Қайдағыны халқын біліп не деп отырыз? Жә, шер астыңды іштің. Айтарлық Құдай аманатты бос-молжың сөзіңді айтып болдың. Енді тұр, тарта бер. Менде не ақың бар? Кімді халқым дейтінімде? Сендердің біліп нелерің бар? Бара беріңдер. Ассалаумағалейкум, Ибрахим мырза. Уағалейкум ассалам. Я Сармола. Халықтың жағдайы мынандай болғанда, Шәріпжан Самұрат халықты жиып не істеп жүр? Ибрахим мырза, шүбә қылмаңыз. Шәріпжан халфе Самұрат мәзіндер осы қазада халық көрген фәракатқа қапаланды дейсіз бе? Жоқ. Олар әлбәтті барынша қуанады, семіре түседі. Бұндай кіріс тіпті оларға айт күндерінде де түскен емес. Неге қуанбассың? Өлімді жерде молда семіреді, өлімді жерде өгіз семіреді деп қазақ халқы бек біліп айтқан. Мен бұлардан хатта хазіреттің өзінен де сондай түнілгенмін. Сол қадар оларды ғайыптаймын. Халыққа жаны ашмас азғындар деуге де батылым барады. Сармола, сабыр. Шағир айтпап деді. Кісінің бір ғайбын маған айтып келген адам, менің 100 ғайбымды кісіге барып айтар. Мынадай қалың қаза қайғы уақыт кезінде өштік қастықты айтпай қоя тұрсаңызшы. Әлбәтті. Ибрахим мырза, тұман жоқ. Сіздікі тура. Ғарибыңыз өзін ғайыпты санайды. Маған не мәслихат етесіз? Енді соны айтыңыз. Тіпті тым болмаса, мешітке, намазға жығылатын адамдарға, тіпті болмаса, жұма күні, құтпа соңынан махалла халқына өсиет айтыңыз. Бұл жұқпалы аурудан сақтану үшін, хатімді, жаназаны, асты басқаша жүргізу керек.
аз адаммен өткізу дұрыс дейміз. Хоп, бәрәкәллә. Мен өз харекетімді енді бастармын. Үйде отырып, өзіме өзім айтқанша, махалла халқының арасына баруға талап етермін. Шәкірттеріңізге әсіресе көп ұғындырыңыз. Ата-аналарына, көршілеріне сіздің айтқан өсиетіңізді таратсын. Бұл күнде сізде оқып шыққан шәкірттердің азамат болғандары да бар. Соларға да сәлем жолдаңыз. Шынында да, махалла халқы сіздерді ұстаз көреді. Өзгелердің сөзінен сіздер айтқан сөзге көп тезірек иланады емес пе? Сол себепті осы қаладағы мәсулиетті бейхисап зор деп білемін. Бұл ұждан ақылақ адамгершілік алдында қарыздарыңыз деп санаймын. Халықтың амандығы аса қажет, солай емес пе? Әлбәтті. Не себепті? Мен келген кезде осы 2 жұма бұрын өлімде, ауруды азырақ еді. Неліктен көбейіп асқындап кетті. Бұлай болғанда осы халықты жойып құртпай болмай тұрғаны ма? Жоқ, қайткенде де тыйылады. Сонда да ауру неліктен саябырламай асқындап кетті. Ибрагим Кунанбаевич, сіз қалаға алғаш рет келген кезде бұл қалаға ауру жаңа ғана араласқанды. Ол мынау ыстық күндерде осылай үдемей қоймайды. Ал жаназалар өз істейтінін істеп болған. Сонда ауру жұқтырған жеке адамдар енді өздерінің үйдегілерін дертке ұшыратып жұқтырып жатыр. Ауру енді 2 апта, көп болса 1 ай шамасында азаяды да тыйылады. Ол август айының салқындауына қарай бәсеңдейді. Оның себебін аз ғана айта кетейін, Ибрагим Кунанбаевич. Бұл ауруды да басқа жұқпалы аурулардай залалды микроб тудырып жатыр. Ол микроб ыстық шақта күшті тірлік етеді. Ал салқынды ұнатпайды. Салқында өздігінен әлсіреп қырылып жатады. Сол себепті салқын шақта ауру мүлде болмайды, басылады. Қайғы мен ыза қысқан соң, зар шығады тілімнен. Қайтып қызық көрермін, әуре саран күнімнен. Затондауға пароход грузчиктердің ортасында тон заводы, пима басатын, сырақ қайнататын, арақ ашатын дүкендер мен зауыттарда адамдар жиі араласады. Содан қайдан ауру демейді? Азап қайда, жоқшылық қайда? Адам тірлігінің итқорлыққа түскені қайда десеңізші? Ибрагим Кунанбаевич, бәрі де сонымен көрген жерлерде. Сондықтан халықтың аурудан сақтануын сіз ескертіңіз. Өткенде сармолланы шақырып сөйлестім. Осы аурудың таралмауына әрекет ету керектігін айттым. Ондай адамды қостай беріп, барынша көмек етіп, сол бастаған әрекетін соза беруге қайрау керек, белгілендіру қажет. Сіз де барып сөйлесеңізші, сіз мұсылмансыз ғой. Сол мешітке барып жұма намазында сіз де сөйлесеңізші. Неге сөйлемеске, Ибрагим Кунанбаевич? Жақсы, молдалармен тағы да сөйлесермін. Бұның да бір жолы бар шығар. Бұл ауруда кетіп, мамыржай күніміз қайта оралар, Александра Яковлевна. Сіздердің арқаларыңызда осы жұқпалы ауру жайлы көп нәрсені білдім. Енді халыққа барынша көмектесуге тырысамын.